Хоба бер. Жоқ, Хоба деген ол менің алғашқы командам. Жарайсыңдар жігіттер, Түркістан командасы. Ал кейіннен бітті ондайлар. Ондайлардың былайша айтқанда модасы кетіп қалды. Ондаймен таңғалдырмай істейсіз ғой. Енді әңгімелер таңғалдыруда емес қой, ол бір не ғой, әрбір команданың өзінің фишкасы есте қалады. Қай команда? Хоба команда ғой деген сияқты. Тым болмаса, ішінде әзіл болмаса, сондай заттармен еске қалуға тырысатын еді ол кезде. Қазір барлығы КВН-де жалпы қазір барлығы андай упрощенный ғой. Тек қана әзілдеу, мақсат күлдіру, ол басқа ештеңенің қажеті жоқ. Артық ештеңені тыққызбай, салғызбай. Жоқ, тыққызбай, салғызбай емес, бір командалардың өздері сондай бір өздеріне сондай не болып қойды да бір қалай ереже, сондай стильде сондай ереже жоқ, бүйтпейміз. Белый, ол модада емес, біз алай істемейміз деп. Бірақ менің ойымша олай қазіргі күнде де істесе, ол эфирде, экранда жалпы әдемі көрінетін зат. Жақында естіп жатырмыз. Москваға кетіп жүргенсіз. Құдай қаласа, бұл жоба ТНТ телеарнасында болады, Мәскеу қаласында. Бұның істеп жатқан жалпы ұйымдастырушы, бұның барлығын Вячеслав Досмухамедов деген кісі. Оны КВН әлемінде, жалпы әзіл әлемінде, бүкіл СНГ бойынша большой казах дейді махаббаты. Слава Досмухамедов дейміз, сол кісі. Енді жан-жақты чемпиондарды, ертеректе ойнаған тәжірибелі командалар барлығын жинап, солардың арасында әзіл жанрында чемпионат ұйымдастырмақшы. Соған Қазақстаннан бізді шақырды, яғни Спарта командасының құрамасы, негізі құрамасы және Арнат деген жігіт. Арнат, оның бағыттамыз Ипа Сәкен Абазизовича жобасынан білесіздер. Жалпы сонымен қосып, енді барып бақ сынамақ жоспарымыз бар. Айта кететін жайт, чемпион 30 миллион рубль жеңеді. 30 миллион рубль, ол бізден 160-150 миллион теңге. Менің көп байқайтыным осындай бір проекттерде, әсіресе ТНТ-ға барған жобаларда Масляковтың кішкене сыйыспайтындай көрінеді. Сырт көзге. Өзім нақты қандай екен білмеймін, бірақ ондай қауесет, ондай әңгімелер бар. Олар іштей, негізі жалпы Comedy Club. Негізі ТНТ арнасының Comedy Club-тағылар енді жаулап жүр, сол жақтағылар жұмыс істейді. Соның ТНТ-мен, Аник, КВН бір-бірімен сөзге келіспей қалды деген әңгіме бар. Ол менің ойымша білмеймін неден екен. Негізі былай қарап жүрсең, КВН-де қарасаң да, ТНТ-дағы жобаларды қарасаң, барлығында сол адамдар барлық. Сол аясында тек қана басшылар бір-бірімен келіспей қалған сияқты, ал қалған жағында барлық бір-бірімен дос. Ол жаққа барған кезде бөліп жармайды ешқайсысы. Ол жақта бір жақсы жұмыс есебінде қалды. Егер сен ТНТ-да немесе Comedy Club'та жұмыс істесең, ол сенің жұмысың. Ал қалған КВН басқа да сияқты жобаларға қатыса бер, бірақ негізгі жұмысыңа зиян келтірмесе болады. Олар солай қалды. Бір-біріне қатынасып жүре береді. Масляковта да бір жағынан түсінуге болады сияқты. Сырт көзге. Себебі адам құсап студент кезіңнен алып шығады, қолдау көрсетеді, эфирге шығарады. Сұмдық қой енді бірінші арнаның. Енді оның ренжитін орны жоқ. Егер сен жалпы, мысалы біз Спарта командасы КВН ойнадық, жалпы өзіміздің шығармашылық жолында беретініміз барлығын бердік, барлық жобаларға қатыстық, барлық ұтатын кубок, медальдарды ұттық. Енді бізде жалпы Александр Васильевичтің алдында қарызымыз жоқ. Біз барлығын істедік. Тек қана артымыздан қалған енді жас команданы дайындап келе жатырмыз. Оны ұсындық. Қазір олар өз бетімен ойнап жатыр. Енді мен қарай бізге жұмыс істеу керек. Сондықтан егер сондай жағдайда Масляков мырзаның ренжитін жай жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұл жақ. Егер енді жұмыс беріп жатсаң, КВН-нен кейін мен саған жұмыс бердім, міне істе деп, сол кезде кетіп жатса, ренжитін орны бар шығар. Ал бұл жағдайда менің ойымша ренжудің қажеті жоқ. Сабуровтың өзі есінде жаңалық болып шығып кетті. Алады кеткенде ақша береді екен, КВН-ге ақша көп өткізеді екен. Сен сонда біреуді күлдіру үшін өзің ақша беруің керек деген мәлімдемесіне Масляковтың өзі жауап беріп кетті. Кәдімгідей дау болды. Нұрланның айтқан бір жағынан дұрыс, бірақ оны Масляков өзі сұрамайды ғой, маған бер демейді. Ол жалпы Нұрланның айтып жатқаны команда өздігінен
жолға кетеді ақша, демеуші керек, сосын авторларға керек ақша, белгілі бір реквизит, тамағына, жататын орнына, соның барлығын шығынын есептегенде үлкен әжептәуір қомақты сома шығады. Соны айтып жатыр да, сен өзің ақша төлейсің, өзің ойнайсың, сосын барып сол кісінің алдында дейді да, мына жақта мысалы ТНТ-да сен қатысасың, саған айлық төлейді. Соның айырмашылығын айтып жатыр да, бірақ ол жақта енді КВН деген қанша 60 жыл болды, өзінің бір аурасы бар. Мысалы, мен өз басым әлі күнге дейін Сочида өтетін, жыл сайын өтетін фестивальге өз қалтамнан барамын. Жай барып, қатыспасам да барып, көріп қайтамын. Маған қызық өйткені. КВН туралы әңгімелерің жазып кетті да. Мен кірісе алмай жатырмын өйткені ана. КВН деген жеті жігіттіңді клуб веселых и находчивых. Мен ана байқаймын да, көбінесе КВН деген нәрсеге жігіттер көбірек жақын болады да. Деп ойлаймын, әлде мен қателесемін. Қазір қателесесіз. Өйткені дәл қазір қарайтын болсаңыз, Ресейде әсіресе женский құрамалар өте көп. Көбейіп келе жатыр ма? Көбейіп келе жатыр. Бұрындары әр командада 1-2 қыздан болатын, ал қазіргі таңда жігіттерім толық 7 қыздан тұратын кәдімгі команда. Керісінше ішінде бір жігіті бар команда, бір жігіт қалған қыздар, сондай командалар бар. Көбейіп жатыр. Мен ойлаймын да, бұрын сол кезде енді не көре бастаған кезде ба, білмеймін, КВН көрген кезде мүмкін ойлаймын, қазір өтпей алып, содан кейін КВН кетіп бара жатырмын деп ойлаймын да, жалпы. Ал мынандай бір сәттер бола ма? Мысалы, КВНде ойнаған кезде өтпей қалған әзілдерде не істейсіздер? Әр команданың, әр адамның, әр КВНшінің менің ойымша басынан өткен зат. Менің өз басым болған қанша енді бастап келе жатқан кезде көбірек болған. Енді не істейсің? Ол кезде кәдімгідей жай мұздай тер ағады. Сосын жай қашан бітеді мынау дейсің ішіңнен. Ондай кезде өзі бір қысқа әзіл болса да бітпей кетеді бір андай. Ойнала береді андай. Сөйлем қашан бітеді дейсің. Бәрі қарап отыр кәдімгідей. Негізі ішіңнен андай болып шыққансың ғой енді. Бұл шутка қазір жарады. Көрерменге ұнайды, үнсіздік шамалаған алам деп. Өтпейді, бітті сол кезде. Ол кәдімгі жүрек дүрсілі, қан ағып жатқан, пульс, бәрі естіледі ана жерде. Тыныштақ, өзі бір тып-тыныш болады. Залда біреу деген естіген кезде вообще андай қай жерге кіріп кетерін білмейсің. Вот сондай кезде бір ана отбивка дейді ғой, сол құтқарады. Андай ой болған жоқ па? Болды, құрсын, қолымнан келмейтін сияқты кетейін деген сияқты. Менде ондай болған жоқ. Жоқ, ондай болған адамдарды көрдім. Өзім командамда да болды ондай ертеректе. Командаларды да көрдім, мысалы, бір ойнап қойып біз келмес екен деп. Қазір де сондай, мысалы, қазір ондай командалар көбейіп кетті, оның кейінірек оның несін кейіндірек емес, қазір де айтайын, мысалы, бұрын бізде қалай тек қана КВН еді, басқа енді КВН, одан кейін телевидение. Одан кейін бар бір КВН бітіргеннен кейін бір аға оның есебінде енді жоба жасауға болады деп баратын. Қазір болды ғой, кім Инстаграмда немесе ТикТокта кім сәл жұлдыз болып жобаға кетіп қалса болады, бірден жоба жасай аламын деп өзіне сенім арта алады. Демек, бұл қойшы не істемей, КВНге 2 ай дайындалғанша мына жақта 1 минут видео түсіремін да, сөйтіп армен қарай кете салмаймын ба деген командалар өте көп. Кез келген жерде отырасың, жандырып жібересің, әзіліңде бәрі қыран топан болып жатады мысалы. Енді бірақ кейін кезде Инстаграм, әлеуметтік желі дамып кетті, бәрі бір сыншы, хейтер, шет-шетінен, ой сен өтпей қалды ғой, мынауың әзілің өтпей жатыр ғой дейсің. Мен өз басым жағдайымды айтайын, студент болған кезімде Марат Оралғазин отыр, қасында үлкен кісілер бұл кезде танымаймын солар. Өзінің командасымен отыр, и гемпрограмма жоқ. Көрейік дейді да, енді балаларда факультет аралық, жақсы болса алайық, жақсы болмаса өкінішке қарай. Сөйтеді де бәріміз ой, болды, бір түн дайындаламыз да, бір апта. Біз негізі КВН туралы ойламайтын адамыз, арамызда ана жігіттер, осы жүргеніміз аналарымыздың арқасында ғой деген сияқты бір әзілдерді қоямыз. Үнсіздік, ешкім күлмейді. Біздің алдымыздағы жігіттер енді КВНмен шұғылданып жүргендер, кәдімгідей шығып жүрген, танылып қалған жігіттер келіп, ақыл кеңесін сұрап,
столға былай еңкейе дегенде сөйтіп ағаларының ақылын тыңдап бізде өзімізше болып енді не істерімізді білмей қалдық та әзіліміз өтпейді кеттік деп Барат аға қасына барып тұрмыз жігіттер дым жоқ дейді да бізге қарап содан кішкене ұғасың да мынау кішкене адамға көзайым болу керек екен бір әзіліңді өткізе алу керек екен іздену керек екен қазір болса ауырдың үстімен жеңдің астымен жүрген адамдар сияқты көрінеді да сен бір шахтада жүрген жоқсың осындай бір дүние хейтерлер немесе басқа да адамдар түсіне қоймайтын сияқты біздің ата аналарымыздың өзі енді жеңілдік бір нәрсе ғой деп ойлаймын енді барлығы дерлік енді осы ауырдың үстімен деп айтуға да болмайды бір жағынан вайн түсірудің өзі карантинде өз басынан өтті түсіріп көрдік ол да оңай емес оны бірінші ойлап табу керек одан кейін түсіру керек түсірудің өзі бір белгілі бір ракурс алу ол да еңбек одан кейін монтаждау керек ол барлығын өзің істейсің бұрын соны істеп көрмегеннен кейін ол қиын екен соның барлығын ескере отырып былай қарап тұрсаң бір вайнға 3-4 сағат уақытың кетеді егер тәжірибесіз біреу болсаң сондықтан ол да еңбек оны да мойындау керек оны кейбір жақсы түсіріп жүрген жандар бар бірақ КВНнің қасында емес па мойындамайды сіздер расымен де ойлайды ғой жаңағы КВНде ойнау болсын әншілік болсын иә немесе солар мынау жеңіл сияқты көрінетін сияқты иә ал шын мәнінде қиын нәрсе деп ойлаймын мен әзіл табудың өзі мысалы қалай табасыңдар әзіл сөйлеудің өзі қиын ғой қарау қиын ғой қарау оңай ғой 5-ақ минут беріледі ол 5 минут үшін қанша уақыт дайындалатынын оны ешкім білмейді ғой өйткені көрген кезде адам оны ойлап көргісі келмейді көрген кезде демалғысы келеді күлгісі келеді ар жағын ойламайды оны бір жағынан о жағынан біз дайындаламыз сендер болса өтпеді дей саласыңдар деп жылайын десең онда не үшін ойнап жатсың онда ойнамай ақ қой онда көрермен болғаннан кейін сынайды бірақ енді бар енді ішінде кейбіреулері айта салады қызық болса да айта салады маған өтпе мнение айту керек та эксперт болу керек сондықтан енді иә кейде сондай заттар күйзелтеді бірақ көрерменнің ойын әрдайым сыйлау керек сосын мынандай нәрсе бар да маған бір қызығы әр ұлтқа өзіне бір тән беріледі ғой бір қасиетші мысалы бір ұлттар тағам жақсы әзірлейді деген сияқты мысалы орыстардың әзіліне келген кезде как будто орыс ұлтына әзілдеу деген бір ерекшелік сияқты ма ерекше берілген сияқты ма сондай бір ойлар бар да енді жалпы айтқанда орысша КВН мен орыс тілді КВН мен жайдарман талайды мысалы иә екі жақтың әзілдеу мақамы басқа сахнада сөйлеу манерасы басқа және ең бастысы тіл мен менталитет бізде тақырыптар бөлек орыстардың тақырыбы өзекті актуалды мәселелер бір где-то изящно алып келіп бұрмалап сөйлеу әдемілікпен қазақтардікі ежесекундно былш және тақырыптар андай аяқсыз кетіп бара жатқан тасбақа тілді көтеріп бара жатқан құмырсқа сондай четкий бір елесті біз андай немен көзбен елестетіп деп көрген зрелищені жақсы көреміз біз қазақтар көріп осы жерде күлуіміз керек ойланған қызық емес бізде бірақ не бар ғой біздің қазақстандықтар ресейдің контентін тұтынады сұмдық қарайды Иман Сабуров Мұсағалиев бар иә мысалы соларды өліп қалып қараймыз мысалы оларды да қабылдай аламыз өзіміздікін де қабылдай аламыз бірақ өзіміздікілер олар сияқты әзілдесе біз қабылдай алмаймыз білмеймін өзіміздікілер олар ешқашан болмайды біз ешқашан олар сияқты әзілдей алмаймыз әзілдемейміз де әзілдегіміз де келмейді бізде жалпы қазақтарда ресейде жүрген қазақ әзіл жанрында жүрген қазақтарда өзіндік стилі бар құдайға шүкір қазіргі таңда мақтанып айтуға болады қазақтар өзінің стилін қойып кетті әсіресе осы жылы болсын ол негізі шыны керек қазақтардың әзілдеу стилі қателеспесем 2004 жылы КВНде алғаш рет Нұрлан Қоянбаев шықты ғой сол менің ойымша менің көзқарасым бойынша сол кісіден басталды
міне осындай қазақтар осылай әзілдесе қандай керемет, өте стильный, мақтанбайды, бірақ арасында біз баймыз деп ештеңе істемесе де красавчик, арасында біз мәдениеттіміз, ештеңе істемей красавчикпіз, ең қымбат костюм шалбар киіп алғанбыз, мы богатые хитрые казахи деп. Болды, орыстарға мы лучше вас демейсің, жоқ, мы богатые, вы тоже богаче, но мы хитрее дейсің, болды, орыстар мәз, сондай классно дейді. Сол стиль қалыптасып қазіргі таңда, мысалы кейбір заттар, мысалы Қазақстанда өтпейтін заттар неге Ресейде өтеді, оларға біз сәл экзотикамыз, қызық. Олар күнде 1000 жерден филигран орысша сөйлегенмен Қазақстанда, Ресейге барсаң, ол акцентпен ол естіледі олар. Сондықтан олар үшін экзотика, олар осындай мағанмен сөйлеген забав, уже сөйлегеннің өзі забавны, а еще оған шутка қоссаң, одан сайын күлкі оларға. Ендігісі жалаулық. Өте керемет. Қазір қазақ жастарын азғыртып жүрген жоба. Қалай пайда болды? Кім авторы? Жалпы авторы, оның авторы американдық бір кісі. Wild Out дейтін жоба болған. Америкада, MTV-да. Жалпы 2 топ, геттадан шыққан қара нәсілділер, бір қызды ортаға, негізі оларды бір селебритис, бір жұлдыз шығады, соған подкаст жасайды. Әртүрлі әзілмен, рэп стилінде, бірақ ол сахнада, ол жобаны көрдім да, неге бізде істемеске дедім, бірақ олардікен қарасаң, сахнада, там зал, олар енді білмеймін, қара нәсілділердің соның бәрі соншалықты жарасады, тіпті залдағы отқан адамдардың өздері бір күшті андай деп бүйтіп оларды, бір әрқайсыда реакция жіберіп, мықты шоу да. Соны неге істемеске дедік та, сонымен балдар жинадым, інілерін жинадым, сонымен давайте көрейік, камера тұр, түсіре салайық, жай ғана эксперимент. Сонымен алғашқысында енді сәл осындай бір запрещенный заттармен түсіріп көрдік, жартысына ұнады, бірақ өмірінде ешқашан боқтап көрмеген, өте тәрбиелі, инабатты, инавалы көрермендерімізге ұнамады. Жарайды, екінші выпуск одан да қатты шықты, ол да ұнамады. Үшінші выпуск жарайды, онда үшінші выпуск боғаусыз, анай сөздерсіз, тек қана әзілді қалды сөп көрейік дедік. Ол да трендке шықты, бірақ енді екі бағдарламаның ырғағымен ба, сонда да жамандаушылар көп болды. Азғыртып жатсын деген әңгімелер. Ар-ұятқа шақырып, ожданды ойлап. Мен бір байқағаным, бірінші шығарылымы 800 мың қаралымнан асқан, екіншісі 700 мыңға жуықтады, қазір үшіншісі 500-ге келіп қалды. 500 деп көрдім. Жақсы. Болған шығар. Мен бір түсінбегенім, сізде өзі қанша подписчик бар? Менде 100 мың, е? 100 мың енді болды, е. Бірақ қаралымы 800 мыңға барады. Яғни ұнап тұр ғой, қызық қой, жаңа дүние ғой. Енді бір жағынан біріншіден ол қысқа, 15 минут. Ашсаң, қарайсың, неде ютубта не бар екен ғой, глубина дейді ғой, плейді басқаннан кейін тоқтатпай көру, сол жағы жақсы екен статистика бойынша. Жеңіл, одан кейін көп ойланудың қажеті жоқ. Бастысы енді ішінде тексеріп көрдік. Анайы сөздермен көрейікші, свободно, еркін. YouTube еркін алам ғой деді. Сөйтсек, көрермен әлі дайын емес біздің. Одан кейін жарайды, көрерменнің талабы біз үшін заң, өңдеп көрейік, тек қана әзілге салып көрейік дедік, ол да сәтті шықты. Енді жоспарда, менің ойымша барлығына ұнамаған сол жалаулым деген сөз атау. Білеміз. Енді басында негатив шақыратын сияқты. Негатив шақырды, сол болды. Негізі бір жағынан ол атау болмаса, ондай қаралым болмайтын беді. Негізгі мақсат Степ тұр. Белгілі, барлығымызға белгілі жолаға Степ. Жалпы мақсатымыз андай тұр. Қашан соны жабасыңдар, бізде сонда болсын, сол кезде жабамыз деген же. Бірақ халық дұрыс түсінбейді, халық бұны бір жеке арнайы жасалған жоба деп. Өз алдына бір жоба. Бірақ бұның мақсаты тек қана әзіл әкелу, оны тәрбиелеу ешқандай жоқ, дисклеймер тұр, плюс 18 тұр. Әрине оған қарамай көп қояды дейді, бірақ білмеймін енді, әлемдегі ең нашар жоба біздің жоба болса, қалғандарына мен демей қойдым, неге оларды бірінші жаппасқа, мақұл жаппай қойсын, әркім YouTube еркін алған ғой, YouTube'да одан да қатты жобалар бар.
барлығы оның қаралымдары бар. Сол ЧБ-ды бәрі көреді. Миллиондаған ішінде боғауыздың түрі бар. Кәдімгі меню, боғауыздың меню құруға болады. Ақшасын санап беріп отырып та бірақ ешкім ол боғауызды елемейді. Барлығы ішіндегі әзілді елейді. Шынымен қарайсың, бір боқтағанға қарамайсың, тек қана қалай әзілдегеніне қарайсың, күлесің. Қызық жоба. Оның қанша 14 миллионға шығып кетеді, 10 миллионнан астам кетіп қалады қаралымы. Оның жартысын, тең жартысын қазақстандық көрермен жасап береді. Нұрланның өзінен сұрадым, қазақстандық көрермен жасап береді. Жалпы ол жақта Нұрланның ең алғашқы жүргізуші болып таңдалуы да сол себеп екен. Бізде бір байқайтын танылу бойынша, мысалға басқа да бір бағдарламалар арқылы хайппен танылсаң, бәрі бір саусағын бүгуге тұрады. Сен айтып мынандайсың ғой, сен мынадан шыққансың ғой. Халыққа бірден таныла кету үшін міндетті түрде Димаш сияқты анандай монстрдың диапазоны керек, немесе Грэмми алып келу керек та. Немесе Головкиннің удары сияқты удар керек. Соны айтамын. Тек сол кезде сен мінсізсің, саған ешкімді жолатпайды, болды, сен келмедіңіз. И шетелге бару керек. Оның шетелде бар. Айтпақшы, оның бәрі бірақ шетелде болу керек. Тырысып, бір рет қателесіп, бір рет дұрысын жасап, әйтеуір өзінің еңбегін көрсетіп, еңбектеніп жүрген адамдар болса, көп еңбектену керек сияқты. Енді ол бір жағынан көрерменге де байланысты ғой. Бізде шетел еліктейміз. Ойындау керек, біз шетелге еліктейміз. Ол жақта бар нәрсені біз де істегіміз келеді. Және ол жаққа барып қайтқан бізге ерекше көрінеді. Одан кейін барып құндырақ көрінеді. Ал егер көрермен осы жақта айтып жүрген мысалы әншілер, мысалы Райым мен Артур шетелге барудың қажеті жоқ қой. Олар ән ұнады, көрермен бірден қолдап кетті. Ол менің ойымша оралдықтар жақсы қолдады. Бірден қолдап, кәдімгі көтеріп, қолпаштап, сол кезде демеу болады да, осы жерде де істей беруге болады екен ғой деген ой туады. Бір жағынан. Сосын жаңа бір байқадым да, Жалауым болсын, сендер түсірген Вайн болсын, ол оқиғаның бәрін жақсы білеміз, Вайн туралы. Ол туралы сөз қозғалмай қойып, иә. Феминистермен ба? Иә. Мен ойлаймын, жоқ, оның барлығы мысалы сценариймен жазылады ғой енді, алдын-ала ол аяқ астынан болған дүние емес, жалпы сценариймен жазылған дүниенің барлығын біздің қоғам былай қабылдайды. Негативный дүние болса, сендер осыны кәдімгідей насихаттап жатсыңдар деп ше. Солай қабылдай ма? Насихаттап жатсыңдар, және бұл бағдарлама не тәрбие береді. Неге бізде әр жоба тәрбие беру керек? Неге біз тәрбиелеуіміз керек? Тәрбиені ата-анасы берсін. Мен мысалы енді білем, түсінем, белгілі бір пайызда еліктеушілік бар. Бірақ қазіргі таңда жастарымыз еліктейді, жастарымыз құртасың, біздің жастарымыз тупой емес қой. Жастар өзіне керегін алады. Қазіргі жастар бізден асып кеткен, олар қатты эрудированы, олар біраз нәрсені біледі. Біз өзімізді жалпы жас кезімізді алайық. Мен мысалы 7-ші класстан бастап боқтай бастадым. Бірақ маған енді ол жақта ата-анам боқта деген жоқ. Темекі шектім, арақты да іштім. Ата-анам ешқайсысына үйтпейді деген жоқ. Оның барлығын жай бірте-бірте көріп үйрендім. Маған ол үшін телевизордың немесе интернеттің қажеті болмады. Жалпы телевизор көріп еліктегіш болып өсетін болсам, осы күнге дейін бір Саша Белый болатын ем мысалы. Қатты еліктегіш болғым келсе. Сондықтан жастар ол өз белгілі бірақ ол көреді, күледі, алатын алады. Мен қарай әр жастың өзінің енді қойған мақсаты бар. Мен қарай уже басқа өзінің жолына түсіп кетеді. Оған біз себепкер болып, құртамыз, бәрін тәрбиелеуіміз керек дейді. Келсем, тәрбиелеуіміз керек. Телевидениеде, интернетте жасап жатқан жобада белгілі бір мақсат тәрбиелеу керек, бірақ жарайды, біз ондай жоба істейік, неге сіздер қарамайсыздар? Мысалы, ол күн бұл не деген жоба жасады. Евразия телеарнасында Марат екеуміз жүргіздік. Ол жобада жастар мен үлкендердің жалпы қалай айтсақ үлкендердің батылы десек те болады. Жастарға
тарихи көне дәстүрге байланысты сұрақтар қоямыз, үлкендерге, жастар заманауи техникаға байланысты сұрақтар қоямыз, бір-біріне үйретеді. Керемет, вообще тамаша жоба. Кейбір жастардың білмей, көрмей жатқанын міне біліп алыңдар дедік, үлкендерге міне мынау мынандай дедік, бәрі бір-біріне риза болды. Өкінішке орай рейтинг болған жоқ. Өйткені көрермен аз болды. Қараған жоқ, ютубқа да салдық. Қызық емес. Ровный күшті тәрбие беретін жоба, бірақ қызық емес. Оны қарамайды. Қалау туралы. Қалау мен білмеймін, оның сиқыры неде екен. Қалау шынымен шыққалы бүкіл рейтингті шашып тастады. Кейбір турецкий сериалдардың рейтингін вообще бытшын шашып тастады. Оның сиқыры неде екен білмеймін. Тек қана енді білуімше біздің көрермендер өсиетті жақсы көреді. Қызықты анау мынаумен ұрысып жатыр, мынаумен қырылысып жатыр. Мен оны осы қалада жүргендер көп көре бермейміз оны. Неге? Көбісі қалаулым жағынан құрту керек, жабу керек дейді, үйде кешке отырып соны өздері көреді. Бірақ оны кейін ауылға барсам, Түркістанға барсам шынымен үйдегілер көреді соны. Жақсы дейді, андай шай ішіп отырып, Жамиламен кім ғана қалды ма? Аттарын біліп алған, тағдырларын біліп алған. Қызық оларға болды. Мысалы, телевизия саласында кәдімгідей бір орын бар да қазір. Бірқатар бағдарламаның жаңағы көптеген сериалды да болған, мысалы келешекте. Сериал сценарийларын жазу үшін де болған. Бүйту керек сияқты осы именно телевизиялық бағдарламаларда сондай жоба ашу деген жоқ па? Мен ойлаймын, несінде бір фильтр бізде. Бүйту керек сияқты жасауға болады. Негізі бүйту керек көбісі ішінде боқтық сөз үшін жамандайды ғой, көбісінде сол боқтық сөз үшін ұнамайды. Бірақ негізінде барлығына сол боқтық сөз үшін ұнайды. Боқтықсыз жасап көрдім, қаралым болған жоқ. Барлығына қызық, бірақ ол жақта боқтық сөздің белгілі бір планы бар ғой. Бекерден бекер ол командалар боқтамайын. Ол жақта ең алдымен айтып өтемін, құрметті көрермендер. Егер белгілі бір команда болсам, ол команданың сахнада ойнаған әзілі немесе қателігі үшін. Демек, ол команда өзі кінәлі. Жақсы команданы боқтамаймыз, тек қана мақтаймыз деймін, болды. Өзінің планы бар, өзінің бағыты бар. Бет алды емес та. Және де ол жақта боқты естілмейді, оның барлығын кекітетіп, немесе белгілі бір әуендермен жауап тастап отырамыз. Бірақ ол тек қана жайдарманшыларға бағытталған жоба болды. Тек қана жайдарманшылар көрсінші, осыны көрсін, қателіктерін сырттай көрсін, бұдан кейін ондай қателік жасамасын деген жоспар болды. Сөйтсем оны көрермендер де көреді екен. 2 жылда жасадық, 2-3 жылда жасадық, демеушінің жоқтығынан тоқтатып қойдық. Өйткені демеуші керек, оны көбісі айтады, не үшін керек, демеуші дейді. Жақсы түсірілім үшін, артта бір жақсы декорация болса, оның монтажын керемет істейтін адам болса, дыбыс жағы, жарық жағы барлығы тиянат болса, сол кезде түсіруге болады. Жалпы бүйту керек жобасын тек қана жайдарманға, КВН-ге емес, басқа да жобаларға жасауға болады. Киноларға обзор жасауға болады, немесе белгілі бір жобаларға обзор жасауға болады. Сол бүйту керектің маған бір ұнағаны, ішінде бір өмір бар да. КВНщиктердің өзін шақырып алып, өзінің бетіне айтып, енді пікірді айтады ғой, сен жақ айтпай, сынай бермей, өздерін айтпайсың ба, сол қасында жүрсің. Ол істегеніміз жалпы комментарийде пікір жазушылардан туған, иә. Айтады, неменеге сол жерде тұрып, бетіне айтпайсың, мен не деймін ол жақта, бір жағын жюри ол жақта қазылар алқасында отырсын. Микрофонмен тұрып, 2 сағат не деп сөйлеймін, өзі берілетін 30 секунд, соның ішінде бір-екі ой айтып өту керек, ал одан кейін, әрбір команданың ойына тоқталып кету үшін міндетті түрде эфир керек. Кейбір жерін өткізіп қоюымыз мүмкін, кейбір жерінде былай көрінуі мүмкін, кейін қарасаң, мынандай мағынада айттыңдар ма деп қалуымыз мүмкін. Сондықтан соның бәрін көру керек, одан кейін барып сызып, есептеп, қай командада қандай кемшілік бар екенін айту керек. Кейіннен, ол енді Алматыда болған кездерін ұстап алғаннан ғой, ол әйтпесе барып ол түсіру оған қаражат жоқ. Сондықтан соған да шүкір. Ол жігіттерге де риза боласың да. Сыйлап, құрметтеп, жоқ, біз басқа командамыз деп жүрмейді да. Менің сол бір таңғалғаным,
біздің қоғамда, біздің халықта бір дүние бар сияқты осы. Біреу бірдеңе еңбек етіп жатыр ғой, соны көре алмай жатсың, немесе біреу арқылы, таныстар арқылы давление жасап деген сияқты. Ондай дүниелер болған да шығар деп ойлап отырмын. Жоқ, таныстар арқылы ешкім давление жасаған жоқ енді. Сен көре алмай жат, пікір жазушылар болды, сен оларды көре алмай жатсың деп. Бірақ мен шыны керек, ең бірінші осы обзорды бастамас бұрын Элдар бар, элемент командасын, сол кезде ойнап жүрген Байдың балдары командасы бар, Есет Фемидадағы, Елжан Грантта, барлығына звондап шықтым бірді. Осындай жасайын деп жатыр, қалай ойлайсыңдар? Мә деп, сіз жасасаңыз онда жақсы ғой. Как раз сырттай біліп алатын не қай жеріміз кемшін. Олар жалпы негізі сіздің Есін ағаға хабарласты, осындай жасайын деп жатыр. Қарсылық жоқ қой? Жоқ, қарсылық жоқ деді. Ол одан кейін рұқсаттарын алып жасадым. Ол мен көбісі ойлайды, бір мен пиар үшін, оны бір белгілі бір хайп үшін жасап. Тек қана ол жақта енді ол жоба менің кезінде мықты ойнағаным жайлы емес, ол жоба менің кезінде жасаған кемшіліктерімді сендер жасамаңдар деген жоба. Тым болмаса осы кемшіліктерді жасамау барысында тезірек мақсаттарына жетсе екен. Негізі бүйту керек, пайдасын тигізді. Командалар бұрындары орыс КВН-дегі командалардың музыкасы бар, отбивка дейді, соның отбивкасын ұрлайтын еді, оны қойды. Әр команда музыкасын тауып, қай командаға көрсетеміз. Плагиат әзілдер болды, олар қысқарды, және өтірік патриотизм қысқарды. Өйткені білмеймін, ол ұлттық арнасы түсіретін еді ол кезде. Яғни әзіл өтпей қалды ма? Патриоттыққа салып жүрді. Бір мысалы айтып, не болса да тілім, жерім, отаным, қазағым, мен қазақтың баласымын десе, жюриде отырған бір депутат, сосын бір ақын жазушы, олар шабаға барады, міне ойды айтты, жастарымыз осындайды айтса керек. Бұл әзіл алаңы, бұл жақта әзілмен жарысу керек. Патриотизмді айт, қозға, бірақ әзілге салып қозғауға болады. Келтіріп айтуға болады. Ал тура топорно бәрі сәл болмаса бір ашық сабақ емес қой бұл. Сондықтан сондайлар жек көремін. Негізінде немесе ондай айтасың ба, соған сәйкес бол, сол сөзіне сәйкес бол. Шыны керек, ол сөзді айтып жатты, бірақ өмірде ол ондай емес қой. Шыны нақты патриот емес қой. Ол өтірік. Демек сен патриот, демек сен алдап жатсың. А мен күлгім келеді, сен күлдірген жоқсың сен. Мен не үшін бес көтеруім керек? А бес көтермесең, артында тұрады, халқын жақсы көрмейді екен, бір знаток мықты кезінде шашып тастаған бәрі. Ол бәрінен қарағым сол біледі. Соның мнениясын айтады, бітті. Сондықтан сол қысқарды. Сондай сияқты майда заттар. Әзілді тазалау жағдай. Әзілді тазалау, дұрыс айтса. Немесе бір командалар мынандай жанрда қолданады әзілді, стилін, қалай стилін өзгертуге болады, не істеуге болады. Немесе бүйту керек еді дейді, не істеу керек еді мына әзіл өту үшін. Жақсы әзіл, ішінде ой бар, осыны былай дамыту керек еді деп айтасың, кейінірек сол тәсілді қолданып сәтті шыққан командалар да болды. Өз жалпы пайдасын тигізді, өзінің қазылар алқасында отырған, кейін көремін, ол уже қазақша әуендер, отбивкада тек қана. Нәтиже бар ма? Бар. Демек, нәтиже бар. Өзің іштей қуанып қоясың. Ондай заттар бар. Мен де бір түсінбейтінім сол командалардың ішінде бір атақты ресейлік команданың отбивкаларын пайдаланатындар болады. Сол бұл дұрыс емес шығар, авторлық болу керек шығар деп бір ойлайтынмын. Жоқ, енді бір жағынан еліктеу дұрыс. Ол кезде енді еліктегенде стилін алмайды, отбивка ұнайды. Ол ұнайды. Мен де істеген мойындау керек. Мен де кезінде пирамида командасының отбивкалары ұнайды. Өте сондай стильный, байсалды, в то же время бір андай хулиганский бір отбивкалар болатын. Маған сондай ұнайтын тұғын. Алып қолданатын тұғын, бірақ кейінірек оның барлығы ойланып, кейін біз енді Ресейде ойнайтын болғаннан кейін ұяласың. Өйткені барлығы біледі, это же этих отбивка, вы че? Одан кейін негізі ол үлкен жұмыс, әр команданың өзінің звукачы бар, топер дейміз, соның жұмысы. Сол табу керек, бару керек, жаздыру керек болмаса, таппай жатса. Қазір құдайға шүкір біздің эстрадамызда әншілер көп, мықты ырғақты әндер жазатын исполнительдер көп, соларды неге қолданбасқа.
қолданып та жүр қазір. Қуантатын сол енді біздің кезімізде аз болды ғой, соны атмас кетіп қоямыз өзімізше. Негізі бізге де табуға болады. Бүйту керек еді. Мен бір түсінбей қалған сәт болды. Сіз түлектер кездесуінде әжетхана ішінде бір шутка, келесі бара жақтағы әуежайда. Бұл әзір ойнады дедіңіз. Оны бірақ сіз алдын ала бәрін жоспарлап, сол авторларына Тимур Танияға хабарластым. Абхаздардың әзілі Тимур Танияға хабарластым. Осы шутканы қойсам бола ма дедім. Сосын түсіндірдім не үшін екенін. Менде обзор бар, просто такой стебный ход. Өзім ойнаймын и өзімді өзім боқтаймын деген жоспар болды. Сол жоспар бойынша істейінші дедім. Ол тұрды, подожди, что ты мне объясняешь? Бери, деді болды. Маған не алқисың да, ала бер дедім ол. Мен бұл шутка әңгіме айтып тұрмаймын ғой деді. Сосын мынандай, негізі ол келу керек тұғын. Бір выступление келу керек тұғын. Келісіп алдық, студияға келеді. Сол шуткадан кейін келеді де, студияға кіреді де, шапалақпен бір ұрады. Ты что, нашу шутку береміз? Сондай жоспарлап қойдық и келмей қалды. Сөйтіп видео түсіріп берсем, ол түсіріп бере салды, ол шешілді. Яғни авторлық құқықты сақтаңдар, әзілді қайталамаңдар, плагиатқа керек емес деген. Жоқ, сен не ғой ол жақта түлектер кездесуін түсіріңіз, басқаларды боқтайсың, неге өзіңді боқтамайсың дегенге ответка ғой. Мына өзімді боқтадым, әдет жасағым үшін. Соншалықты дайындалады. Жалпы ұрланған жоба деген болады. Көп естимін да осы ұсынылады да, бірақ жоба ұрланады деген. Ондай болған жоқ па? Бұл былай қарап тұрсаң, жалау ұрланған жоба ғой. Жоқ, өзіңнің емес, мысалы, өзің ұсынған болады ғой, жаңағы телеарналарда. Сенің идеяңда, бірақ ол басқаша болып, басқа авторлардың есіне шығып тұрған жағдайлар. Сөздің ашығы, ондай өте көп болды. Біз енді бас продакшн ұжымы қанша сөйлесем, 2010-нан, мен 2010-нан жұмыс істеп келе жатырмын, ол 13 жылдай болып қалды ма? 15-ге келіп қалыпты ғой, 15 жылдай болып қалды бас продакшн істеп жүргенде. Қаншама жобаларды апарамыз, ұсынамыз, белгілі бір арналарға айтпай қойған қайсысы екен. Жоқ болмайды, мысалы бюджет келмейді, немесе әлі біздің көрермен дайын емес дейді. И сол жоба бір жылдан кейін басқа атаумен сәл өңделген, басқа декорациямен шығып тұрады, сосын ол кімге дәлелдейсің? Ол айтады, сен де алған жоқпыз, бізде өзімізде идея бар. Мысалы, өз басым мынандай болған, Король Ринга деген шыққан, Ресейде жұлдыздардың бокстасады. Қай жылы еді? 2007 ме? 2008 ба? Сосын бір арнаға ұсынды. Неге бізде осындай жасамасқа Король Ринга? Бар ғой бізде? Бізде әтсе бәрі төбелескіш қой. Ол кезде четкий етпе. Жоқ, ондай. Қабылдамайды ғой, ол зорлық қой, анау ғой, мынау ғой деп. Bir жылдан кейін кәдімгі четко болып шықты, бізге негатив керек емес. Жоқ, жұлдыздар барысы ол бөлек. Ол бөлек, жоқ, менікі бокстасатын. Ол бір болды. Ал жұлдыздар барысы ол Қазақстан барысы сайысының аясында өтіп жатқан. Демек ол ұрланған емес, ол франшиза. Барлығы заңды ол жақта. Франшиза деген болады, ұрланған деген. Франшиза түп нұсқасын сен тура заңды түрде барып сатып аласың. Олар келіп саған қалай түсіру керек екенін жоспарын барлығын үйретіп кетеді. Сен тура сол жобаны, мысалы маска шоу, ол франшиза. Ол біздің қазақтар, шетелдіктерден көрмесеңдер болмай ма? Бәрін орыстардан көресің, айналайын-ау, бүкіл әлемде көрсін. Италияда бар маска, Америкада бар маска, барлығында бар маска, шоу бар, бірақ білмеймін, ресейліктер ешқашан айтпайды. Вот вы американцев воруете демейді ғой бәрі. Қазақстандық Цой алды емес пе, иә, ресейлік маска? Иә, НТВ-да Цой алды. Елестетіп көрейік та? Елестетіп көрейік. Телеканалында. Контент қандай болды? Енді әзіл жанрында... Тамаша телеарнасы. Жабылып қалды ма сол? Жабылып қалды, өкінішке орай жабылып қалды. Негізі жақсы келатыр еді, рейтингтері де жақсы еді. Білмеймін, көре алмады ма, немесе қажет етпеді ма. Бекер, менің ойымша, ол арнаны жапқаны бекер деп ойлаймын. Жақсы керемет еді. Жалпы
сәл тағы 1 жыл беріп тағы 2-3 контент шығарып ішінен бір жақсы арна шығаруға болатын. Өзі құрамында бір қанша 5-6 адам жұмыс істейтін, өзімен өзі ешкімге зиян жоқ, күшті арна еді. Алдыда жаба салып оның орнына абайтану деді ме, сол арнаны ашыпты. Әрине, абайтану сияқты жобалар керек, күшті, өте қызық шығар. Шыны керек, мен қарамаңдар демеймін, бірақ өзім қарамаймын. Өкінішке орай. Мүмкін менің өкінішіме орай шығар, мен қарамаймын. Маған қызық. Жұмыстан келген кезде мен не мысалы бұрын әке-шешеміз не етті? Әкем жұмыстан келген кезде шай ішіп отырып, теледидар қосады, жаңалықты көреді, одан кейін қызықты жобаны көреді. Көңіл көтеру керек, демалу керек болды. Ал бізде әжептәуір не дейді? Күшті тәрбиеленіп қалынан көрдім демейді ғой. Сол сияқты жеңіл заттар жасайтын шығар. Жеңіл болғанда күлкілі, көңіл көтеретін, адам көрген кезде демалатын жобалар бар, арна шығар. Мен өзім осы салада жүргеннен кейін кім біледі бірақ. Аты қандай болады? Бірінші ашып алайын. Одан кейін ұжыммен келісе отырып жасайтын ем оның барлығын. Әке деп қалдың ғой. Әке деп қалдың ғой. Мысалы кейін сенің балаң квн-шік боламын. Болам десе болсын. Мен жалпы таңдауда тек қана бағыт беріп тұрам, көрсетіп тұрам, айтып тұрам, мынандай, қайсысының қызығушылық танытады. Енді белгілі болады ғой бір. Өз басым мысалы 6-шы класстан бастап қызығушылық таныттым. Сол кезден бастап мен кәдімгідей болды жатып қалдым. КВН көрсем болды, мен есілдердің КВН болды, мақсатым мектеп бітірем, университетке түсем. Қай университетке түсем? Казгу немесе Казгуя тұрған кезде. 2 КВН тарихы бар, 2 университет, осы 2-іне түсем, 2-інің КВН ойынында бап деп білген тұрған. Бірақ 2-іне түсем, өкінішке кимап өтсе жүрсің. Міне университетте болсын да, мысалы, қазір актер, тележүргізуші, сценарист, КВНші, заңгер, қаржыгер көп та еді, кете береді мысалы ше. Заңгер, қаржыгер қазір атыстауға болады мысалы. Дипломда не болмаса. Дәл қазір актуально, почему бұл тақырыпта? Өйткені қазір мамандық таңдайтын сондай бір период қой, дәл қазір. Сол жағынан айтсам, мысалы, көбінесе ата-анасының айтуынша ғой, біз қазақтар білеміз ғой, ата-анасы мұнда бар, мұндай бол десе сондай отырып алып бірақ кейін жұмыс істемейді өзіңіз. Егер қаржы берсе. Қалай дұрыс сол? Енді ата-анасын тыңдау керек, міндетті түрде. Олар енді жаман болсын демейді ғой, жақсы болсын дейді. Содан кейін кейде таңдау белгілі бір мамандықты таңдауға көмектеседі. Ал кейбір кездерде мысалы мен әке-шешемнің көңілін қалдырмайыншы деп түстім кейін. Бірақ өзімен де жаман болды демеймін. Белгілі бір өзіме керекті заттарды алдым ол жақтан. Бірақ неге ол жолмен кетпедім? Өйткені маған мына жол ашылды, бұл істе мен маманмын. Ең бастысы, егер жаппай ата-аналарыңызға қарсы демек қойын, ата-аналарыңның айтқанымен емес, өзіңнің қалауыңмен белгілі бір жұмысты таңдаған болсаң, менен кеңес ең бірінші бұл таңдаған ісің ақша әкелетінін көрсету керек. Демек, ата-анаңа өзің ақша таба аласың, демек өзіңді қаржыландыра аласың, соны көрсете алсаң, ата-анаң беймарал отырады. Болды, өзін тапты. Сол ата-анада тек қана сол үрей баға басқа оның көтеріліп, ақша тауып, ертең маған ақша әкел демейді ешқашан ата-ана. Балам жақсы болып кетсе екен, қызым жақсы болып кетсе екен, тек қана өзіңнің самодостаточно екеніңді көрсете алсаң болды. Атының арқылы, болды, өзіңді тауып жатыр ғой. Менікі қалай болды? Мен шықтым, басында КВН маған толығымен запрет болды, әкем айтты. Сонда да бүйтіп айтпай тығылып ойнап жүрдім. Просто белгілі бір ойында чемпион бола бересің, сен теледидардан көрсетеді, бәрі мақтайды, сен болдың, конечно, өзім үйретіп жүргенмін дейді, сон болып. Кейін одан да жалығады, болды ғой, не істейсің дейді. Одан кейін белгілі бір сол бағытта жұмыс пайда болады, сол жұмыстың айлығын үйге кеткені осынша табам айынан десең, болыпты. Бұл дәл осы переломный момент контент жасаушыларға қиын сияқты көрінеді.
бізде әлі күнге түсінік бар ғой сен бір бухгалтерияда істе, банкте істе, юрист бол, ақшаның көзі сонда деген сияқты. Бұл жақсы ой ғой әрине. Бірақ осының кесірінен де деймін да, кейде бізде талантты неше түрлі дарынды балалар шықпай қалып жатқан сияқты көрініп келеді. Мүмкін, ол да мүмкін. Жоқты жоқтау деп аталып кетті ма? Бірақ қазір енді барлық мүмкіндіктер бар ғой. Сондықтан менің ойымша талантын көрсете кеткен жастар азау қазір. Өйткені барлық мүмкіндік бар. Инстаграмнан сәл жарып шықса, бәріміз байқаймыз. Бәріміз соны бірден интервьюға шақырамыз, немесе сонымен бірге коллаборация түсіргіміз келеді, немесе бір жоба жасағымыз келеді. Өлдім дегенде оның лицосын пайдаланып, бір сериалда түсіріп қалғымыз келеді. Демек дайын, қол жетімді. Бұрындары қала аралап кастинг жасаудың қажеті жоқ. Қазір тек қана қай қаладасың, тек WhatsApp-пен түсіріп жіберші, ойын дейді, ол солай таңдай салуға болады. Қазір мүмкіндіктің барлығы бар. Ішінде сәл дарыны бар. Қазір тіпті пародия жасай аласың ба, түсіріп жіберіп, ол Инстаграмға салып. Халық ұнатса, міндетті түрде лайк арқылы, көп қаралым арқылы бағасын береді. Сол КВН-де де бір сол түлектер кездесуінде ғой, біздің кезде біздің лайк ол бізге келіп қолдау көрсетіп қошемет тұрған еді. Ал қазір оңай деген бір спич болған. Жоқ, қазір оңай емес. Осы мүмкіндікті жоғалтып алма. Біз кезінде аз да болса мүмкіндікті іліп алдық, ал сен қазір осы мүмкіндікті жоғалтып алма. Осы мүмкіндікті пайдалан, бәрі тұр. Тек қана ойнасаң болды. Бізден асыл ойнайтын орның бар деген сөзі ғой жақта. Кейбір командалар бар, 1-8 ойын ойнап, бірінші орынға жетеді. Болды, біз продакшнда жұмыс істейміз. Үйде өзіміз продакшн ашамыз деп шығады. Белгілі бір істің соңына дейін жету керек. Бітіріп бар. Осы жайдарман бастадым, ойнады, соңына дейін бітір, одан кейін ары қарай есіктер ашылады деп айтқым келгені. Ал Сандуғаш, біздің дәстүрлі сұрағымыз бар. Қоймай өте қоймыз. Иә, қонақтардың бәріне қойдым. Билікке барып жатсаң, бірінші кезекте қандай мәселені шешіп береді? Білім, образование. Сол мәселені шешуге тырысатын. Егер мен билікке барған кезде шешілмей жатса. Және медицина саласы. Осы екі мәселені қатты қарауға тырысатын. Немесе осы екі мәселенің жақсы орындалуына қадағалайтын. Орындалуын қадағалайтын. Бізде мысалы білім деңгейі әзірше төмен. Қазақ тілінде білім деңгейі әзірше төмен. Неге көбісі, мысалы, менің білімге жақын таныстарым көбісі балаларын орыс тілі мектепке береміз дейді. Өйткені ол жақта білім деңгейі, сапасы өте жақсы дейді. Қазақ тілді мектептерге қарағанда дейді. Және бір осыдан өтірік айтпай-ақ қояйын, осыдан бір шама жылдар бұрын білім министрлігінде істейтін бір кісімен сөйлесіп қалдым. Соның балажанымыз қайда берсек болады деп. Қазір ма әлде ертеректен осы 2-3 жылдың шамасында деген орыс тілді мектепке береді. Егер қатты білім қуалағыларыңыз келсе, если хотите, чтобы он получил хорошее образование, орыс тілді мектеп. Әзірше қазақ тілді мектеп қарамайды деп айтқаны бар. Ол кісі қазір пенсияға кетіп қалды деп қорғайсың. Біз жақсы білеміз, КВН ойнап жүрген кезіңізден бірінші лигада, жоғары лигада, Масликовта Азеке, ау деген диалогтар болды. Ол қазақтардың бәріне ұнады деп ойлаймын. Одан кейін Нұрлан Сабуров шығып жарып тастады. Сол кісілермен қарым-қатынас қалай және біздің Қазақстандағы әзіл туралы? Азеке ау деп енді қазақ қой. Қазақ адайдың қазағы Астрахань облысы Камызяк деген жерде дүниеге келген. Қамыс-Өзек жігіті. Жалпы қазақ ауылы екен ғой. Сол Астрахань жақта қазақ ауыл кәдімгідей дейді. Бізде орысша білмейтін қазақтар бар, кәдімгі наурыз тойлаймыз. Кәдімгі қазақ ауыл дейді. Өзі біршама қазақша біледі. Енді акцентпен болса да білетіні бар. Солай енді қазақ болғаннан кейін бір-бірімізге жақындасып, бір сахнада қазақпыз ғой деген сияқты. Азеке дедім, ол да ау деді, бір-бірімізді демеп, солай жақсы көрінді. Молодцы болып қалды, әдемі болып көрінді. Нұрланмен де жақсы араласамыз. Дос есебінде жақсы араласамыз. Жалпы Азамат та, Нұрлан да кезінде біз КВН-де жүрген кезде, олар Азамат КВН-ді бітіріп кеткен кезде үнемі келіп көмектеседі. Үнемі келіп.
Дағы ой азамат сен уақытыңды бөліп жатсың, ақысын төлейді тым болмаса, жоқ, бір тиын алмайды тұғын. Мен қалай аламын, ұят қой, қазақтардың ақшаға ұят қой. Нұрлан да тура солай өзін келіп көмегін көрсетіп тұратын жігіт. Жалпы қарым-қатынас ол жігіттермен өте жақсы. Және де олардың көзқарасы да бізге қарай. Енді Нұрлан Қазақстаннан шыққан жігіт қой. Әзілдің деңгейіне қатысты бір көзқарастары бар ма деген ғой. Жоқ, деңгейіне қатысты көзқарас жоқ. Мысалы Азаматқа Тұрсынбектің әзілдеген қатты. Мұсағалиевке Тұрсынбектің әзілдері. Жоқ, Азамат Мұсағалиевке Тұрсынбектің енді түрлі концерттерде барып кездесіп қаламыз. Сол жақта енді сөзін шыны керек, Тұрсынбек ағамыз енді жарады, енді бір микрофон қолына берсең ол кісі акцентпен сөйлеймін-ау деген жоқ. Енді тұрып алады, бір қайдан тауып алатынын білмеймін, мықты монологтар, енді жатады барлығы, бір тамсанып тыңдайды. Тұрсынбек феномен кісі ғой негізі. Ол бір шын керек бір миллионға бір адам негізі. Қазақша стендаптың үлгісі. Ол қазақша стендаптың үлгісі кішкене. Ең алғашқы қазақша стендапер демесем де, ең алғашқы қазақша стендапер мен үшін Құдайберген Сұлтанбаев мырза. Ал қазіргі соңғы жылдарда Тұрсынбек мырзаны қазақша стендапер деуге болады. Нұрлан Сабуровтың өзі де феномен сияқты көрінеді. Орысша, надменный казах, кез келген жерде қазақ екенін, қазақстандық екенін, өзінің бір рөлі де басымды, жоғары деңгейде көрсете біледі. Көрсете біледі және халық оны қабылдайды. Ешкім оны мынау не деп тұр демейді. Бізге келіп Ресейден бір орыс келіп, ну че, страшный казахи десінші, сол жерде қуалап жүріп жасымсанасын. Біз ондайды көтере алмаймыз. Орыстар, олар көтереді. Біз арақта ішеміз, саланда жейміз. Олар орыстар үйренді. Өздері күліп үйренді. Тек қана біз КВН ойнаған кезде біз кейде мысалы Путин туралы әзілдейміз, немесе орыстардың кейбір салт дәстүрі туралы әзілдейміз, ол әзілдерін алып тастайды. Бізге редактор айтады, на что вы шутите про нашего Путина? Шутите про Назарбаева. Про свои традиции шутите. А ол қалай ол не ол жоқ түсінуге болады. Мысалы орыстар да келіп бізді жамандап отырса сахнада бізді түсінбей қаламыз ғой. Ал Сабуров өте керемет бір кілтін тапты. Осындай өткізудің әзілін кілтін тапты. Және шынымен свой адам ретінде қабылданады. Оны қабылдайды және номер бір стендапер Ресейде, СНГ бойынша. Оны солай мойындайды барлығы. Бірақ әзілге келгенде Сабуровты енді бізде жақсы көреміз, бірақ Ресейдің дәл қазір дамып жатқан әзілдерінің деңгейі, менталитеті деген сияқты бізге айтып келсе, бір қиындау сияқты да, алып келу мәселесін қозғадық уже, мен оны біліп отырмын. Менің бір түсінбейтінім, бізде қазақтарда прожарка болуы мүмкін бе? Мен күтіп жүрмін да осы университетті. Сіздерден, бас продакшннан жоспарлап жатырмыз негізі. Просто әзірше енді жаңа жалауымды көрдік қой. Енді прожарканың бір қызығы, оның ішінде бәрі бар. Бастан қара тақырыптан бастап, ауызбен аяқтап, бүкіл тақырыпты алып дейді. Жалпы негізі прожарка Америкада басталған. Ол жақта тіпті асып кеткен ең алғашқы прожарка. Оларда жұлдыз шығып, жұлдызды прожарить етеді. То есть кәдімгі үлкен сахнада бәрі-бірінің басынан күліп, анасына дейін қозғап кетеді тақырыптар. Бірақ олар күле береді. Мына жақта прожарка сәл басқаша өңделген. Біз қазір қарап жатырмыз. Қай жағы тиімді, қай жағын түсінеді, қалай келтірсек екен. Жоқ, біз жалпы подачасын ойлап жатырмыз. Өйткені мысалы жалауым қарапайым ғана 15 минуттық ешкімге зияны жоқ, жай ғана ютубта өзімен өзі тұрған жоба, соның өзінен халықты азғыртатын, сондай халық жауығып қойды негізі. Кеше алдыңғы күнден басталды ғой, қазір діни пабликтерден шыға басталып, жастарды азғыртып жатырмыз. Білмеймін, дінге не қатысымыз бар екен. Бірақ мейлі енді. Мен сөйлесіп те көрдім ол пабликтің адамдарымен не үшін деп. Андай
ақиқат астарма астарлар деп ба? жоқ астарлар ақиқат емес, Инстаграмдағы ақиқат арнасы деген паблик кәдімгі діни тақырыптарды қозғайтын паблик екен, сол салып қойыпты. Соны не үшін маған бүйтіп салып жеке шықпадыңыз дейді. Жай болды ма хайп жинады? Жоқ, маған хайп керек емес, маған сенің осындай бір азғыртып отқан тоқтатқан керек. Соны түсіндім, бұл жігіттер бұл кәшін хайп үшін екен дедім де, бұл сыра салдым. Жалпы біздің көрермен әлі дайын емес. Прожарканың негізгі түпнұсқа түріне дайын емес. Бірақ жоспарда іздеп жатқан едік. Менің бір қатты көңілім толмайтын нәрсе осы біз көрермен дайын емес деген сияқты, көрерменнің жетегінде келіп қалмаймыз ба екен. Мысалы, мен өз басым Ресейдің контентін түгел тұтынатын адаммын. Прожаркадан бастап кешегі Мұсағалиевті прожарка, одан кейін басқа болды. Айтылмайтын жоқ, белден төмен, қара әзіл. Ал ақштағы прожарканы бұрынғыларды қарасақ, ол жерде тіпті өлген адамның өзіне прожарка жасайды. Ойлашы өзің, өліп қалған адамға қазақ қалай қарайды? Абайдың айтқан сөзі бар ғой. Өлінің жаманы жоқ, тірінің жақсыдан аманы жоқ, жаманнан аманы жоқ. Біздің менталитетке мүлдем сай келмейді, бірақ бізде прожарка болғанын қалай көреді? Жоқ, болады ғой. Құдай қаласа болады, оны қазір жасап қарап жатырмыз. Оны тіпті жасап көрді Сәлем Соушылда. Бірден болады сөз, прожарка емес. Жоқ, Жека Фазберді шақырып алып, Жекаға прожарка орыс тілінде жасады бірақ олар. Ал біз қазір қазақ тілінде жасағымыз келіп жатыр. Тіпті атауын қуырдақ деп қойдық. Қуырдақ па? Қуырамыз ғой. Енді әзірше белгілі бір 3-4 жұлдыз керек, танымал адам. Олар дайын болуы керек. Олар дайын болу керек ондайды қабылдауға. Бізде барлығы красавчик, ешкім мінсіз бәрі. Сондықтан қабылдамайтыны бар. Көрерменнің қабылдауы. Жалпы біз әзірше деңгей іздеп жүрміз. Қай деңгейге дейін, қай мөлшерге дейін әзілдей аламыз. Жай сол деңгейді тауып алсақ, бастап кетуге болады. Құдай қаласа көреміз енді.